Мұқаллип Кезет медиа порталы ұсынады. Бисмилlah ва салату ва саламу аля расулилlah. Әмма бa'д, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қадірменді бауырлар, бүгін біз сіздермен қасиетті Құран түскен ай, қасиетті киелі Рамазан айын пайдалана отырып, діннің негізі болған, діннің өзегі болған намазды бастап кетуді жеңілдететін бірнеше кеңестерді ұсынатын боламыз. Намаз жайында Алла елшісі, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, бір хадисінде ас-салату аймадуддин, намаз ол діннің тірегі деген. Және осы намаз жайында, намаздың діндегі орнын маңызды ететін тағы бір хадисінде Буниял исламу аля хумс, ислам 5 негізгі тірекке сүйенген, оның бірі иқамис сола, намазды тұрғызу деген. Алла тағала да өзінің Құранында бір емес бірнеше жерде ва ақимус сола ва атуз зака деп бізге намаздың парыздығын ашық айқын түрде баян етеді. Енді намаз жайында кішігірім тоқталатын болсақ, намаз негізі өте оңай құлшылық. Өйткені Алла тағала Құранында ла юкаллифуллаху нафсан илля усаха, расында Алла ешкімге, ешқандай құлға өзі көтере алмайтын жүкті жүктемейді дейді. Демек, бұл аятта білінді, намаз кез келген өзі мұсылманмын деп санайтын адам үшін адам көтере алатындай құлшылық екені. Енді бұл намазды бастайым деп ниеттенген, ықылас қойған, намазды бүгіннен бастайым деп ықылас қойған адамды шайтан міндетті түрде азғыратын болады. Бірінші не деп азғырады? Бірінші шайтан айтады, 5 намаздың сөздері мен әрекеттерін жаттау қиын дейді. Жоқ, негізінде қандай да бір адам бір намазға, яғни таң намазына ниеттеніп, сол таң намазына керекті әрекеттерді, жаңағыдай намазда қолданатын сөздерді, сүрелерді, дұғаларды және таспихтарды жаттайтын болса, осы жаттағаны барлық 5 намазға да жеткілікті болады. Яғни бір намазда істелетін, айтылатын әрекеттер, істелетін қимыл қозғалыстар барлық намазда да бірдей. Екінші шайтанның салатын ойы, намазды уақытында оқымаудан қорқамын дейді. Ойлап қараңызшы өзіңіз. Таң намазының уақыты бірінші шапақтан күн шыққанға дейін. Шамамен еншімізде 1,5 сағат уақытымыз бар. Осы 1,5 сағаттың намазды дәретімен қоса есептегенде 10-15 минут шығады. Осы 1,5 сағаттың 10-15 минуты намаз үшін жеткілікті болады. 5 намазы күн тас төбеден ауғаннан әр нәрсенің, әр заттың көлеңкесі өзінен 2 есе болғанға дейін жалғасады. Еншімізде 3,5 сағат уақытымыз бар. Екінші намазы әр нәрсенің көлеңкесі 2 есе болғаннан күн батқанға дейін. Шамамен еншімізде 1 сағаттан аса уақытымыз бар. Ақшам намазы күн батқаннан аспанда 5 жұлдыз шыққанға дейін жалғасады. Шамамен еншімізде жарты сағат уақытымыз бар. Құптан намазы аспанда 5 жұлдыз шыққаннан таң атқанға шейін жалғасады. Яғни бұл уақыт аралығында осы 15 минутымызды қиып намазды оқып алсақ, сол жеткілікті. Үшінші шайтанның салатын тағы бір ойы, намаз оқуға дайын емеспін, өзі уақыты келеді дейді. Бауырлар, намаз уақыт келмейді, уақыт кетеді. Бұл да шайтанның салатын уәсуәсаларының бірі болып табылады. Өйткені намазды ешкім еш уақытта толықтай дайын болған түрде бастаған емес. Негізі адамға намаз оқу үшін, намазды бастап кету үшін, намаздың парыздығы жайында азды көпті мағлұмат болса жеткілікті. Төртінші, намазды бастасам тастап кетемін бе деп қорқам. Бір адам
намазды бастайым деп ниеттенгеннен ақ шайтан осылай ой сала бастайды. Онымен қоса жанымыздағы, айналамыздағы адамдар да бейнамаздан кей намаз жаман деген сияқты сөздерді айтады. Олай дегенде де намаз оқымайтын адам мен намазды оқып бірақ анда-санда пендешілікпен, ұмытумен, қандай да бір себептермен тастап кетіп жүрген адамның арасында айырмашылық болады. Және болашақты ешкім білмейді. Мүмкін осы бастағаныңыздан мәңгілікке өміріңіздің соңына дейін намазды оқып кетуіңіз бек мүмкін. Бұның мысалы, намаздың мысалы бір суға теңесе болады. Қандай да бір адам суға, өзенге болмаса қауызға түсердің алдында қатты жүрексінеді. Бірақ жүрексінуін басып суға түскеннен кейін, бойы суға бір үйренгеннен кейін ол судан шыққысы келмейді. Міне намаз да сол сияқты. Бір намаздың дәмін татқан адам оны ықыласпен оқып, ықылас қойып, ден қойып, соны ниеттеніп істеген адам намаздың дәмін татқаннан кейін намазды тастағысы келмейді. Намаздың сөздерін жаттау қиын, әріптерді дұрыс айта алмаймын ба деп қорқам. Бұл да шайтанның уәсуәсаларының бірі болып табылады. Өйткені біздің дінімізде барлық нәрсенің өз шешімі бар. Алғашқы уақытта жаттай алмай жүргендер үшін, бастауыш адамдар үшін қағазға қарап оқуға рұқсат етіледі. Ол болмаса, арнайы құлаққаптарды тағып алып, олай оқыса да болады. Тағы бір шайтанның салатын ойларының бірі, намазды бастайын десем, жұмыста оқуға мүмкіндік жоқ. Жұмыс орны таза емес. Асыл дінімізде барлық нәрсенің өз шешімі бар. Және адамды жаратқан Алла Тағала белгілі бір құлының жай күйін, хал ахуалын оның өзінен артық жақсы біледі. Сол үшін де құлшылықтарды жеңілдетіп берген. Мысалы, дәрет алуға мүмкіндік жоқ болса, таяммум деген нәрсе бар. Яғни таза жер жынысына қолды білекке деген шынтақпен қоса ұрып, және бетті, жүзді сол таза жер жынысына ұру арқылы адам тазалана алады. Егер тұрып оқи алмайтын адам болса, отырып оқуға, отырып оқи алмайтын адам болса, жатып оқуға болады. Бұл да дініміздің бізге көрсеткен жеңілдіктерінің бірі. Және тағы да намазды бастайым деп ниеттенген адамды шайтан былай азғыру мүмкін. Намаз оқуға ерінем, әсіресе таң намазына тұру қиын. Таң намазына тұра алмай қаласың деген сияқты шайтан азғыру мүмкін. Бұл жерде ең бастысы ынта және ықылас қою керек. Таң намазына уақытылы тұру үшін бірінші кеңес, жататын уақытыңызды 1 сағатқа ертелеу жатыңыз. Сол кезде тұруыңыз ертелеу болады. Болмаса, тағы бір кеңес, жатар алдында тойып тамақ ішпеген жөн. Өйткені тойып тамақ ішкен адам ұйқышыл келеді. Және тағы бір кеңес, дәретпен жатқаныңыз жөн. Және соңғы кеңес, жатар алдында намазға тұруға ниеттеніп Аллаға дұға етіңіз. Шайтанның тағы бір салатын уәсуәсаларының бірі намаз оқуға уақытымды алатын секілді. Біліңіз, намаз оқу уақыт алмайды, керісінше біздің уақытымызға береке кіргізеді. Өйткені намаз оқыған адам өз күнін 24 сағатын 5-ке бөліп жүйелей бастайды. Және әр істерін, өзінің дүниелік, мейлі ақыреттік істерін осы уақыттарға, осы жүйеге негіздеп жасайды. Және тағы бір шайтанның уәсуәсасының бірі, дәрет алуды қиынсынам. Жоғарыда айттық, дәрет алуға мүмкіндік жоқ адам таяммум алып намаз оқуына болады. Және дәрет бұзылған жағдайда дәретханаға бару шарт емес. Яғни күн суық болып
суық тиюден сақтансаңыз, онда бірден сыртқы дәретті алып, қайтадан намазға тұрсаңыз болады. Және тағы бір шайтанның уәсуәсәсі, намазды дұрыс оқымасам не істеймін? Қате оқып қойсам күнә бола ма? Яғни күнәһар боламын ба дейді. Қазақта көш жүре түзеледі деген әдемі сөз бар. Сол үшін де бұл жерде үйрену мақсатында қателесу дінімізде рұқсат етіледі. Өйткені қандай да бір қателікті жасау арқылы адам дұрыстыққа апарады. Мысалы, қандай да бір адам бір мекенжайға бару үшін бір-екі рет адасса, үшінші рет ол мекенжайды жазбай таниды. Сол мекенжайға адаспай барады. Сол секілді бір-екі рет қателескеннен кейін адам міндетті түрде өзін дұрыстайтын болады. Намаз оқиын десем, ата-анам қарсы. Біздің асыл дінімізде ата-ананың хақысы өте жоғары. Тіпті Алла Тағала Құран кәрімде өзінің хақысынан кейінгі орынға ата-ананың хақысын қойған. Басқа бір Құран аятында тіпті ата-анаға туф деп айтуға болмайтындығы жайында айтылады. Бірақ намаз бен Алланың хақысы мен ата-ананың хақысы қатар келгенде, әрине Раббымыздың хақысы бірінші орында болады. Бірақ бұл жайында ата-анаға барынша даналықпен және көркем мінезбен намазды оқу керектігі жайында жеткізуіміз керек. Ниетім таза, жүрегім ақ. Бұл қазіргі біздің қоғамымызда ең көп айтылатын цитаталардың бірі. Біліңіз, ниеті таза адам ең бірінші намаз оқиды. Өйткені ең ниеті таза адам, ең абзал адам, адамдардың ішіндегі ең қайырлы адам, ол Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам болған. Бірақ солай бола тұра, ниеті ең түзу, жүрегі ең таза адам бола тұра, Алла елшісі, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, аяғы ісігенше намаз оқитын. Тіпті алталашты аузына қаратқан Абай атамыздың өзі ақылдыға иман парыз, имандыға ғибадат парыз деп, ғибадаттың парыз екендігін анық түрде баяндаған. Тіпті осы жер бетіндегі ниеті түзу, жүрегі таза адамдардың бірі ретінде Алла елшісі Әбу Бәкір Сыддық радиаллаху анхуды айтады. Тіпті ол кісінің иманы жайында таразының бір басына бүкіл мұсылмандардың, мүмін мұсылмандардың иманын қойып, екінші жағына Әбу Бәкірдің иманын қоятын болса, әлбетте Әбу Бәкірдің иманы басып кетеді дейді. Бірақ осындай үлкен кісілер, осындай дана кісілер жүрегі таза бола тұра намаз оқыған. Шайтанның уәсуәсаларының бірі, зейнетке шыққан соң бастасам не болады? Яғни, адамды зейнетке шыққан соң оқисың деп алдайды. Негізінде намаз адамға балиғат жасында парыз етіледі. Бірақ қазіргі таңда зейнетке шықса да балиғат жасына толмаған адамдардың қатары көбейді. Намаз оқыма, шайтан негізі намаз оқыма деп азғырмайды. Өйткені шайтан намаз оқыма дейтін болса, оның да арты ашылып қалады. Сол үшін де ол намазды кейін оқисың деп адамды азғыратын болады. Жастарды зейнетке шыққан соң оқисың дейді. Ал қартайған соң енді сен намазға жарамайсың, сенің отырып тұруың қиындады, жаттау қабілетің нашарлады деген сияқты екінші жағынан азғыратын болады. Қорыта айтқанда, бауырлар, намаз ол діннің өзегі. Осы айтылған кеңестерді пайдалана отырып, намазды тұрғызуға баршамыз атсалсайық. Өйткені намаз қиямет күні ең алғаш сұралатын амалдардың бірі. Алла елшісі бұл жайында өзінің хадисінде, егерде қандай да бір құл қиямет күні намазынан ең бірінші сұралады, намазы түгел болса, оның басқа істерде есеп қисабы жеңіл болады. Ал намазында кем-кетік болатын болса, онда ол құрыды дейді. Баршамыз осы қасиетті Рамазан айын, киелі болған Рамазан айын пайдалана отырып, намаз оқуға
намазды бастап кетуге талпынайық. Өйткені бұлай да шайтандар кісенделеді. Сол үшін адамға жақсы істі бастау оңайға соғады. Сол үшін осы айды барынша тиімді пайдаланайық. Уахири дa'вана ани алхамдулиллахи раббил аламин.